Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Видеомыздың тақырыбы аскөк болмақ. Аскөктің адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламыз. 1000 жылдан астам уақытқа танымал адамдарға арналған бақша аскөгі әртүрлі елдер мен аймақтардың асханаларында қолданылатыны анық. Сығындылар, атварлар және хош иістер түрінде өсімдікті косметологияда қолданылады. Бірақ аскөк көктері медицинада да қажет екен. Бүгінгі таңда ащы шөптердің құрамын егжей-тегжейлі зерттеу нәтижесінде оны қолдану әлде қайда кеңірек болуы мүмкін. Аскөк құрамындағы дәрумендер қатарында бірінші аскорбин қышқылы. Күніне 100 грамм жаңа шөптерді жегенде адам С витаминінің қажетті мөлшерінің 110%-нан астамын алады екен. Сонымен қатар аскөк құрамында бета-каротин, токоферол және Б дәрумені бар. Аскөк жасылдарының микроэлементтер құрамына мыс, калий және натрий, магний, мырыш және адамдар үшін қажет басқа заттар кіреді екен. Салат немесе бұқтырылған аскөк денені темір мен фосформен толықтырады. Ал аскөктің белсенді ингредиенттері дезинфекциялық, тыныштандыратын және анальгезиялық әсерге ие болады. Жасыл аскөк құрамындағы эфир майлары оның хош иісі үшін ғана жауап бермейді. Сонымен қатар ас қорыту процестерін белсендіруге ықпал етеді. Осының арқасында асқазанға арналған майлы ет сияқты ауыр тағам аскөкпен бірге сіңіріледі және ағзаға сіңіп, әлде қайда жеңіл және тез сіңеді. Аскөк сорпасы диспепсияға қолданылады. Тіпті кейбір сарапшылардың пікірінше, қатерлі ісік жасушаларының дамуын тежейді екен. Аскөк ағзаның жұмсақ антиспазматикалық әсері тыныс алу аурулары үшін пайдалы. Мысалы, суық тию және аллергия, жөтел және түшкіру. Сонымен қатар аскөктің эфир майы антигистаминдік қасиетке ие және аллергиядан зардап шегушілердің азабын жеңілдетеді. Әйелдер үшін аскөк ауыр етеккір кезінде пайдалы, ауырсыну мен қысуды жеңілдетеді. Дене үшін пайдалы аскөк көктерінде басқа дәрумендер мен минералдардың арасында қаңқа жүйесінің денсаулығы үшін қажет болатын кальций жеткілікті. Сондықтан дәмдеушілердің көктері остеопороздың жетілген және қартайған адамдардың арасында жақсы профилактикалық құрал бола алады. Аскөк кез келген жаста сынықтарды, көгерулер мен жарақаттарды емдеуге көмектеседі. Аскөк құрамындағы флавоноидтер және көптеген Б дәрумендері жақсы үйлеседі, ақыл-ой мен жүйке жұмысын қалыпқа келтіреді. Аскөк шырыны тыныштандырады, жұмыс күнінен кейін шаршауды жеңуге көмектеседі, аурудан айығуға көмектеседі. Шөптен алынған дәрі-дәрмектер қан қысымын ақырын қалыпқа келтіреді. Аскөк өсімдігінің барлық бөліктерінде пайдалы заттар бар. Сондықтан жасыл жапырақтары, сабақтары мен өсімдіктің тұқымдары дәрілік тұнбалар, атварлар, майлар мен сығындылар дайындау үшін жарамды. Мұндай аскөк өнімдерінің көптеген пайдалы қасиеттері бар және ешқандай қарсы көрсетілімдері жоқ. Аскөк суы ішек құрттарына, микробтарға қарсы қақырық түсіретін әсерге ие. Аскөк дәнінің эфир майлары антибактериялық, жел айдайтын қабынуға қарсы көмек көрсетеді. Егер сіз газды болсаңыз немесе іш қатуыңыз болса, аскөк карминативті зат, газды ерітіп ішекте қозғалта алатын ингредиент екенін білгеніңіз жөн. Сондықтан егер сіз шамадан тыс газбен жұмыс жасасаңыз, аскөк жеу дәрі-дәрмексіз ыңғайсыздықты азайтады. Аскөк диареяның алдын алуда тиімді болатын екі қасиетке ие. Шөп сау ас қорыту мен қозғалғыштығын арттырады. Сонымен бірге оның құрамындағы бактериялардың көбеюін тежейтін және диареяны тудыратын монотерпендер мен флавоноидтар бар. Аскөкті диетаның күнделікті бөлігі ретінде жеу сізді тұрақты ұстауға көмектеседі. Егер сізде ұйқысыздық болса, аскөк ұйықтауға көмектеседі. Шөптегі флавоноидтар мен Б тобындағы дәрумендер релаксация қызметін атқарады. Аскөк жеу немесе шайғақ ішу тыныштандыратын әсерге ие. Келесіде ұйықтай алмаған кезде рецептсіз ұйықтау құралдарының орнына аскөк алуға болады. Қант диабетін басқаруға көмектеседі.
Қант диабеті бұл ағзадағы қандағы қантты өңдеу үшін инсулин жеткіліксіз болған кезде пайда болатын ауыр жағдай. Аскөк пен қант диабетімен жүргізілген көптеген зерттеулер болмағанымен, аскөк денеде инсулиннің сау деңгейіне және қан сарысуындағы липид деңгейіне ықпал ете алады. Артриттің ауырсынуын азайтады. Адамдар аскөк ауруын ежелгі уақыттан бері артритпен емдеу қабілетін пайдаланады. Шөптің қабынуға қарсы қасиеттері бар. Олар буындардағы ауырсынуды және қаттылықты жеңілдету үшін қабынудың азайтуға көмектеседі. Ол подагра, ревматоидты артрит және артрозды емдей алады. Күн сайын аскөк жеу немесе аскөк шайын ішу бұл белгілерге көмектеседі. Аскөк депрессияға терапиялық әсер етеді. Ол антидепрессант және анальгетиктер ретінде жұмыс істейді. Аскөк сығындыларының жанама әсерлері жоқ. Рецепт бойынша депрессияға қарсы дәрі-дәрмектерге ұқсас. Аскөктің адам денсаулығына пайдасы туралы берген ақпаратым сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.